Қайырлы күн достар, іскер азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өз YouTube каналымда қайтарымсыз 1 миллион 380 мың бойынша отчетты қалай тапсыру керек екендігін көрсетемін. Бірінші және екінші отчеттарды тапсырып көрсететін боламын. Бұған дейін мен сіздерге қайтарымсыз грант туралы біршама жақсы видеолар өз YouTube каналымда жариялаған болатынмын. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Алда шыққан жақсы видеолардың ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Сондай-ақ, құрметті достар, мен сіздерге қайтарымсыз 1 миллион 380 мың бойынша толық сопровождение жасай аламын. Ол жерде 1 миллион 380 мың теңге алудың жолдарын, сертификат алу, бизнес-план жазуға көмектесе аламын. Сондай-ақ толық сопровождение жүргіземін. Мен Қазақстан бойынша қызмет көрсетемін және өз қызметімді жаңағыдай сенімді 100% атқарып бере аламын. Іскер азамат орталығының Каспи мен бизнес максимум курсы және YouTube пен бизнес максимум курсы қазіргі таңда Каспиде, YouTube'да, трендте, сондықтан да осы каналдарға жазыла аласыз. Ал енді бүгінгі видеоға келетін болсақ, ең алдымен еңбек бизнес сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін осы жерде сіз есептер деген бөлімді таңдауыңыз қажет болады. Есептер деген бөлімге кіргеннен кейін сізде міне осындай бет ашылады. Осы жерде мен бірінші отчетты тапсырып қойғанмын. Мен сіздерге бүгін қалай тапсыруға болатынын көрсететін боламын. Осы есепті құрастыру деген осындай жазу болады мына жерде. Сол есепті құрастыру деген батырманы басасыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Бірінші кезекте сіздің осы жерде толық данныйларыңыз көрсетіліп тұрады. Сондай-ақ кәсіпкер қызмет туралы мәліметтер көрсетіліп тұрады. Осы жерге грант қаражат есебінен сатып алынған тауарлардың, қызметтердің құндарын көрсетуіңіз қажет болады. Міне мен осы жерде көрсеттім, микроволновый пеш деп көрсеттім, 40 мың теңгеге алдым деп. Және оның алғандығы туралы шот фактураны мен осы жерге PDF файлымен енгізіп, накладноймен таныстырам. Міне менің алған заттарым. Осы заттарды біз осындай договор жасағанбыз сатып алған жерден. Осы жерде барлық жазылған. Осы 8 түрлі алған затымызды біз осы жерге енгізіп шығуымыз қажет. Әрбір заттың атын жазып, енгізіп шығуымыз қажет. Яғни 8 түрлі заттың аттарын енгіздік. Одан кейін барып біз сіздермен іске асыратын бизнес жобаны бойынша сұрақтар бар ма? Сіз өз ісіңізді бастадыңыз ба дегенге «Я» деп жауап береміз. Сіз өз бизнесіңізді табыс таптыңыз ба дегенге «Я» деп жауап береміз. Бизнес жобаның осы кезеңін іске асыру барысында қандай қиындықтар тап болдыңыз, қаржының жетіспеушілігі деген сияқты. Осылардың барлығын енгізіп, сақтау деген батырманы басамыз. Одан кейін барып, жұмыспен қамту орталықтағылар бұл өтінішіңізді 3 жұмыс күні ішінде қарастырып, яғни қабылдайды. Қабылдағаннан кейін сізге екінші отчетты тапсыру қажет болады. Міне бүгін мен сіздерге бірінші отчетты қалай тапсыру керек екендігін көрсеттім. Барлық тауардың жалпы сомасы 2 миллион 67 мың теңгені құрады. Қайтарымсыз 1 миллион 380 мың бойынша бірінші отчетты қалай тапсыруға болатындығын көрдіңіздер. Келесі кезекте мен сіздерге екінші отчетты қалай тапсыру керек болатындығын көрсетемін. Сондай-ақ достар, екінші отчетты осы жерде қазір алдарыңызда видео шығады, сол жерден қарай аласыз. Ал менің каналыма тіркелу үшін осы жерде қазір дөңгелек каналдың аты шығады. Сол жерге каналдың үстінен басып, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта мен сіздерге қалған отчеттарды қалай тапсыруға болатындығын көрсететін боламын. Достар, менің іскер азамат YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп, түсінбеген сұрақтар бойынша мынау жоғарыда тұрған әлеуметтік желілерге жазсаңыздар болады. Сондай-ақ менің WhatsApp группама жазатын болсаңыз, мен сіздерді іскер азамат орталығының қайтарымсыз 1 миллион 380 мың Каспи мен YouTube пен бизнестердің WhatsApp чаттарына қосатын боламын. Оған қосылу үшін осы жерде WhatsApp батырманы басуыңыз қажет болады. Сондай-ақ менің Instagram, Telegram каналдарыма тіркелу арқылы сіздер өздеріңіздің
жаңағыдай іскер азамат орталығына мүше болып қабылданасыз, және біршама жақсы мәліметтерді осы инстаграм мен телеграмда жариялап отыратын боламын. Сондай-ақ менің фейсбук әлеуметтік желіме тіркеліңіздер. Видеоның соңында түсінбеген сұрақтар бойынша комментарий қалдырсаңыз, мен оқып міндетті түрде толық әрі нақты жауап беруге тырысатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.